Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көктемгі өзгерістер. Мақсаты көктем мезгіліне қатысты жаңа сөздермен танысу және көктем туралы ән тыңдау. Ребята, тема сегодняшнего урока – весенние изменения. Сегодня познакомимся с новыми словами про весну и послушаем песню про это время года. Бүгінгі өтетін жаңа сөздер былтыр, в прошлом году, тағы, еще, табиғат оянды, природа пробудилась, жылға ручей, су ағады, течет вода, бүршік почка либо шишка, алмағаш яблоня, қаз гусь, бәйшешек подснежник, күннің нұры, это сияние солнца. Қайталаймыз. Былтыр, тағы, табиғат оянды, жылға, су ағады, бүршік, алма ағаш, қаз, бәйшешек және күннің нұры. Балалар, жаңа сөздерді сөздікке жазамыз және есте сақтаймыз. Енді келесі бірінші тапсырма сіздермен көктемде не болатыны туралы диаграмма толтырып көрейік. Ребята, давайте попробуем заполнить диаграмму про то, что происходит весной. Көктемде табиғат оянады, пробуждается природа. Бәйшешек шығады, выходит подснежник. Қар ериді, тает снег. Күн ұзарады, дни становятся длиннее. Мал өріске шығады, скот выходит на пастбище. Және де жаңбыр жауады, весной идут дожди. Жақсы балалар, тағы бір рет оқимыз. Енді келесі үшінші тапсырма әнді тыңдап бірге орында. Теперь третье задание. Давайте послушаем песню и будем подпевать. Жақсы балалар, әнді тыңдап болсақ, тағы бір рет оқимыз және келесі төртінші тапсырма өткен шақ және келер шақ етістіктерді табамыз. Из песни нам нужно найти глаголы в прошедшем и в будущем времени. Ребята, вспомните, что прошедшее время образуется с помощью суффиксов dd, tt, мысалға көктем, келді, а будущее время с помощью суффиксов а, е, и, мысалы дала гүлге оранады. То есть эти глаголы вы находите из песни и записываете в тетради. Енді келесі бесінші тапсырма, тиісті қосымшаны қойып оқы. Устное задание. Вам нужно прочитать предложение вместо многоточий, поставив нужное окончание. Ол үшін сізге аударма берілген, чтобы облегчить вам дан перевод. Приостановите видео и попробуйте сделать. Енді өз-өзімізді тексерейік. Теперь давайте попробуем проверить. Дала гүлге оранады. Көктемде күн ұзарады. Қаз бен үйректер өзен жағасында жайылады. Қардың астында алғашқы бәйшешектер өсіп шығады. Көктемде жылы жақтан құстар ұшып келеді. Бұл кезде күннің нұры жерге көп түседі. Ағаштардың бүршіктерінен жапырақ өсіп шығады. Қыстағы қар еріп жылғалардан су ағады.
Бақта көшеттер отырғызамыз, және көктемде қарлығашты күтеміз. Ребята, думаю, вы все справились с данной работой. Енді келесі үй жұмысы. 6-шы тапсырма көктем мезгілін сипаттап жаз. Домашнее задание описать весну. Мысалы, бірінші көктемде күн райы қалай өзгереді туралы жазамыз. Сначала вы должны написать, как меняется погода весной. Мысалы, көктемде күн жылынады, весной теплеет. Дальше пишите свои несколько предложений. Екінші, көктемдегі ағаштар мен гүлдер туралы жазамыз. Дальше вы пишите про растения в весеннее время. Мысалға, көктемде табиғат оянады, весной пробуждается природа. Дальше свои предложения. Және үшінші, құстар, жануарлар және адамдар туралы жазасыздар. Дальше вы пишите про птиц, животных и людей. Мысалға, көктемде айнала көңілді болады, весной всем весело. И дальше пишите несколько своих предложений. Егер түсінікті болса, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.